Бүгінгі қоғамда әйелдердің орны ерекше. Нәзік жандылар тек отбасының ұйытқысы ғана емес, ерлермен иық тіресіп, кез келген ауыр жұмыстың жүгін қалыспай көтеріп жүр. Өндіріс ошағында еңбек етіп жүрген кейіпкеріміз туралы келесі сюжетте. Айнаш Алтынбекованың мамандығы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Алайда қазір ол мектепте емес, цехта еңбек етуде. 5 бала тәрбиелеп, немере сүйіп отырған аяулы ана қиындықтан қашпайды. Ол тіпті емхананың жансақтау бөлімінде де жұмыс істеді. Адам өмірі үшін күрескен кейіпкеріміз бүгінде станок басында өз несібесін теріп жүр. Бала шағасының болашағы үшін ол күн сайын таңғы 6-дан бастап 12 сағат бойы қызмет етеді. Аллаға шүкір, осы жұмысты таңдап, өзім шешім қабылдап келдім осы заводқа. Өз жұмысым өзіме ұнайды. 5 бала шағаның анасымын. Әрине, әйел адамға қиын, бірақ та амал жоқ, істеу керек. Күресуіміз керек, бала шағаны асырау керек. Бастапқы кезде қиын болды, бірақ қаптарда тігілмей кетеді, қисық кетеді. Өте қиын болды. Ұрыс естіген күндеріміз де болды. Өткен жұмыстарыма қарағанда, мына жұмыс маған оңайырақ. Өте ұнайды. Айнаш зауытта өнімді қаптап жөнелтуге жауапты маман. Ол бір ауысымда 4700-ге жуық қапты тігіп үлгереді. Әріптестері оның жауапкершілігі мен көтеріңкі көңіл күйі ұжымға ерекше серпін беретінін айтады. Ол кісі өте позитивный. Бізде жұмыс кішкене ауырлау болса да, настроениесі постоянно күшті болады. Өте позитивный кісі, еңбекқор, жұмысты жақсы жасайды. Қапшағай бидай өнімдері зауытында Айнаштан бөлек 30-ға жуық әйел еңбек етеді. Жалпы қазір өндірістегі нәзік жандылардың саны жыл сайын артып келеді. Таңнан кешке дейін зауыттың ауыр жұмысында жүрсе де, олар ең алдымен мейірімді ана, аяулы жар. Жадыра Қуанышбек, Абылай Құттықбай, Қонаев медиа.